өздеріңіз айтыңыздаршы, мысалы біз қаншама дәрежеде адамның қадірін білмей кеткенбіз. Енді сол күйеуден ажырап, ертең кім көрінген жетектелейді, біреуден біреу сөйлейді. Балалар өсіп қалды. Не істейсің енді ары қарай барып? Кімнің етегіне жабысасың? Кімнің семьясын бұзасың? Жоқ 17-тегі жігітті өзіңе тигізіп аласың ба? Қазір сондай мода болды ғой. Не істейсіз? Сондықтан ардақтым сол. Әр нәрсе жөнімен болу керек. Тағы да айтамын. Түкке тұрмайтын сөз үшін сен маған бүйттің, мен саған сөйттің деп іс істеген жақсы емес. Қайтқан үлкен кісінің киімін және киілген көне киімін не істеуге болады? Енді ешкім кимесе тастасын деп айтамыз. Біреудің киімін біреу кимейді қазір уақытта. Содан кейін мынау қайтыс болған адамға жуған кезде соның киімдерін беріп жататын әдет қалды. Оны қойыңыздар. Ол дама дәурен өтті. Егер қатты кигісі келсе өзі сұрап алады маған. Өлген адамның, ағамның, атамның, көкемнің, әйелімнің немесе қарындасымның киімін берші деп өзі сұрап алады. Әйтпесе сұрамаса, сен киімді ал деп тыққылай бермеңіздер. Біреудің киімін біреу киетін дәурен өтті. Қазір шифонерді ашсаңыздар, үйдің ішінде киімнен көп нәрсе жоқ. Қай киімді киіп, қай киімді кимейтінін білмейсің. Вагон тола. Сондықтан айналайын керек емес нәрсе. Кредит алсам бола ма? Кредит дінімізде рұқсат етілмейді. Денсаулық тұқыртқан, сананы ауыртқан, Алланың алдында күнәлі болған нәрсе. Шама келгенше кредитке жолама. Орысша ответ бересіз бе? Беремін. Таң намазының уақытында тұра алмаса, оянғанда қаза деп оқу керек па? Тап солай. Бильярд ойнауға бола ма? Тек спорт ретінде болады. Құмартпай, намаздың уақытысы кетпей, біреудің ақысын алдамай, одан кейін барып боғауыз сөйлемей, қазір бүйтіп жіберем деп шарикті бүйтіп алып кейді, оның біреудің сені бүйтіп жіберем деп боғауызбен ойнайтындар ол арам. Ал жалпы бүйтіп ары бері ойнаған бірер сағат ешқандай мәселе жоқ ода. Сәлеметсіз бе? Күйеу баламыз 10 жыл құмар ойын ойнап келді. Ұрлық, алдау, бопсалау барлығын жасады. Ақша таппады. Осы жолда вымогательство деген статьямен 3 жылға сотталды. Талақ өлсе де бермейді. Бұндай жағдайда неге қайырластар? Муфтияттың фатуа бөлімі бар. Біздің елімізде сондай күйеу талақ бермейтіндерге талақта заң жүзінде шариғат шеңберінде алып беретін қазияттың үкімін бізде муфтият атқарады. Муфтияттың фатуа бөлімі. Сол жерге барасыздар. Егер сіз айтқаныңыз нақты болса, қағазбен қайырласыз, олар бәрін сөйлеп көреді. Қарап тұрып, күйеуіңіздің атынан сізге талақ бере алады. Астанада тұрамын, Алматыда 3-4 ай тұрамын. Жұмыспен сапарды оқимын ба, әлде қалай? Жоқ. Сапар оқымайсыз ол жерде. Астанада тұрып Алматыға баратын болсаңыз, баратын уақытыңыз белгілі болғандығы үшін, және қанша уақыт Алматыда қалатындығыңыз белгілі болғандығы үшін, және ол 14 күннен асқан үшін сіз сапарда бола алмайсыз. Қысқартып оқымайсыз. Күйеуім сәл сөзге келсек бол, талағы дайын тұрады, айта береді. Имам Абу Ханифаға және имам Ахмадқа осындай сұрақ қойылған. Күйеуім 1000 талақ берді, не істеймін деген ғой. Біреумен талақ түседі, 999-на Құдайдың алдында жауап береді деген. Измена қылып тоба қылыш үшін не қылса болады? Тоба қылыш керек. Андан кейін қайрайлаушы күнөге барбаш керек. Адам, анан кейін үшінші адам өзгеріш керек. Абалы, иманы, ахвалы, анан кейін ибадаты, мүнөзі, жақсы адамдарменен жүріп тұрған бардығы өзгеріш керек. Жақсы жағына. Ошы өзгерген малда, Құдайым бұйырса, тобаңыз қабыл болған болады. Анан кейін әрдайым дерлік малда истиғфарды айтып жүріңіз. Ошы истиғфарды көп айтсаң, күнөні ұмытпасаң, эмне болады? Қайра ошы күнөге барбашқа бір жол болады. Әме біз күнөбізді ұмытқан малда қайрале ошы күнөге барышқа бір жеңілеле болып қалады. Ошондай. Сәлеметсіз бе? Ұлымның басында Алла деген жазу бар. Ол қалай? Ол солай Алла деген жазу бола береді. Шашты былай алсаң жазылады, өзінен жазылады. Мына терлер жиналып қалып жазылады, ораймен жазылады. Мына жерде де жазу шығып кетуі мүмкін. Ол Алла деген жазу шықты деген сөз қойға, сиырға, бұзауға, балаға, аяғыңа, басыңа бір жеңе шықты деген сөз. Ол бір әулелікті, болған бір ерекше сөйлеу керек болған, сөйлемеу керек болған, бұны вообще тиіспеу керек болған дегенді көрсетпейді. Қозға шықса, оны сойып жемеу керек. Ол өзі кәртейіп, бәрі бөліп қалу керек деген сөз жоқ. Адамның денесіне, любой жеріне Алла деген сөз шығу, оның бір әулиелігін дәрежесін көрсетпейді, және ол мақтанатын нәрсе емес.
намазды үйретеміз деген курстарды сатып және сатып алу қаншалықты дұрыс? Бесплатно мешітте үйретеді, мешітке барыңыз, бесплатно интернеттен ештеңе сатып алмай ақ қойыңыз. Намаз, оны айттық. Түсімде өлген ағайын тумаларды көре берем, не қылсам болады? Жалпы өлген адамдарды аптасына 7 күннің 6 күнде өлген адамдарды көре беретін болсаң, бұл ахуалыңыздың, сіздің бойыңызда сиқыр яки болмаса біреудің үлкен назары бар екенін білдіреді. Шайтан қай жерлерде көп болады? Шайтан ең бірінші өтірік көп айтатын жерде көп болады. Өзіңіз ойлай беріңіз, өтірік қай жерде, сол шайтанның орны болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өтірік айтқандар менің үмбетім емес деген. Бір. Екінші, шайтан әлбетте арам, Алланы ұмытқан жерлерде көп болады. Бесін, асыр намаздарын сүннет, һәм парыздарын дауыс шығарып оқысам бола ма? Себебі іштен оқысам дейм, тез оқып атырманда. Песім мен асыр намаздарды дауыс шығарып оқуға болмайды. Еркек адамға. Неге? Өйткені оның іштей оқылуы, іштей дегенде сыбырлап, шопотом дейді орыс тілінде, ерніңді жыбырлатып оқуды іштен деп айтады. Кейбіреулер іштен деген сөз мындай ұғады екен, яғни вообще ауыз қимылдамайды, мүлде былай. Бұл намазға өтпейді. Ауыз жыбырлау керек. Ерін жыбырлау керек, жыбырлағанды сәл құлағың есту керек, не жыбырлап атқаныңды. Бұл бір. Осы деңгейде ғана дауыстаса болады. Енді Алхамдулиллахи Rabbil Alamin Ар-Рахманир Рахим Малики Яумиддин десең, үлкен нұқсан болады, намаз өтпей қалуы ықтимал. Неге? Өйткені оның іштей оқылуы бесін мен екінтінің уәжіп болады. Уәжіп деген парызбен тең келетін, парыздан сәл төмен тұратын міндетті амал болып табылады, бауырым. Сондықтан дауыстай алмайсың. Мейлі жамағатпен оқы, мейлі үйде оқы, мейлі көшеде оқы, мейлі жалғыз оқы, мейлі жамағатпен оқы, разница жоқ. Өшпейтін жазу ойылып жазылған кожада басында Алла деп ештеңе етпейді. Шаш өскеннен көрінбей қалады. Оған мән бермей қойыңыз. Разница жоқ деймін, Айымхан. Басында жазылама, басқа жазында жазылама, шашын өсіріңіз, балаға жақсы тәрбие берсеңіз, оның басындағы жазудан жүрегіндегі Алла деген жазу артық болады. Баланың туылған кездегі басындағы жазу Аллах деген сөзден аузыменен бір рет Алла деген артық болады. Аузыменен айтқан аузындағы сөзінен Алла деп істеген амал артық болады. Алла деп істеген амалынан шынайы жүрекпен істеген бәрінен артық болады. Дауыстап оқитын намаз қаза болса, дауыстап оқу керек па? Жалғыз оқса іштей оқи береді. Жалғыз оқыған адам сәрбас, яғни өзі біледі. Дауыстап оқса да болады, іштей оқса да болады. Жалғыз оқыған адам. Ал енді жамағатпен оқылған кезде дауыстап оқылатын намаздардың дауыстап оқылуы, іштей оқылатын намаздардың іштей оқылуы уәжіп болады. Әйел азан шақыруға бола ма үйде? Жоқ. Күнәлі болады. Азан шақырылмайды. Намазда ойын бұзыла береді. Намаз қабыл бола ма? Намазды бұзып жіберетіндей, мысалы оқып тұрсында Алхамдулиллахи Rabbil Alamin Ар-Рахманир Рахим дедіңде, базарда жұмыс істейсің. 25 теңгеден, 35 теңгеден, товарым 40 теңгеден, 125 теңгеден Түркиядан алып келгем деп деген дәрежеде кетіп қалсаң, онда ләйліп кеткен дейді, уже қуғанның белгісі, намаз өтпейді. Ал егер ойыңа жай кіре беретін болса, бутиктер, намазда, жаңағы намазда, магазин, барахолка, бір бәле, магацентр бір нәрсе кіре беретін болса, онда намаз өте береді, бірақ ойды реттеу керек болады. Намаз бұзылмайды. Сәлеметсіз бе, жолдасымен мешітте неке қиғанбыз, 5 жыл бұрын неке кітапшасын алмадық, енді алсақ бола ма? Болады, барыңыз, айтыңыз, 5 жыл бұрын қиғанбыз деп айтсаңыз береді. Сізді жақсы көреміз дейді, баршаңызды жақсы көреміз, алман болыңыздар. Үйде диванда ұйықтасам, бастырылып қаламын, қылғындырады, мысық тырнайды деген сияқты. Диванда сиқырлаған болуы мүмкін ба? Жоқ, диван неудобный болуы мүмкін. Диван онша емес, сен жерге жат. Мына белің, диван жұмсақ қой, жұмсақ жатқан белің, сен тақтайға жат. Жерге просто салда, жердің үстіне жата бер. Сол жерге кілем ба, палас па, не жатыр өзі? Іштеңге жоқ па, ламинат па, ламинаттың үстіне жата бер. Линолеум ба, линолеум үстіне жата бер жаным. Ең жақсы сол. Жерге жатсаң, докторлар айтады, жұмсаққа жатқан сайын адамның денсаулығы жақсы болады дейді. Біз қымбат, жұмсақ төсекке жатқымыз келеді, содан ауырып қаламыз. Сен сөйт. Егер жерге жатқанда да ауырсаң, онда қыбыла теуіп жатырсың. Диван үстіне де қыбыла теуіп жатуы мүмкін. Одан кейін дұға оқып жат.
ықылас, фалақ, нас осы үшеуін оқып қолыңды бүйтіп сүф деп ұйықтасаң бәрі күшті